АЭС-тің көкесін Қазақстан көрсетті. АЭС салуды қолдайсыз ба деген тіке сұраққа иә қолдаймыз деп жауап берген жалғыз ел атанып отырмыз. Неге жалғыз екенімізді дәлелдеп берейін. Биліктің рұқсатын алған 3 институттың экзит пол нәтижесі халық шамамен 70% қолдады дейді. Билік сізге мысал қылып көрсеткен елдер шын мәнінде бар, бірақ әрқайсысында бір түйткілі де жоқ емес. Мысалы, сол кейбір елдерде АЭС салуды қолдайсыз ба деген нақты сұрақ болмауы мүмкін. Көбіне ядро энергетикасын дамытуға көзқарасыңыз деп сұраған. Бірі тіпті жалпыұлттық референдум болмай қалса, ал бірі өтпей қалды деп саналған. Мысалы, Финляндия 1993 жылғы референдумда халық қолдаған дейді, бірақ оның өзі жалпыұлттық сипатта емес еді. Тек Евроонен деген қалашықта өтіп, халықтың 60% қолдаған. Осындай сирек қолдап дауыс беру бойынша референдум Болгарияда да өткен. Қатысушылардың 60% қолдап дауыс берген дейді. Алайда мұнда да келіп қатысушылардың үлесі 20%-дан сәл асқан. Бұл референдум өтпей қалды деп санайтын жағдай. Осындай референдумда халық қолдады деген оқиға 1995 жылы Словенияда да өткен. Бірақ мұнда бір гәп бар. Себебі билік референдумға дейін АЭС салып, аяқтап, оны пайдалануға беріп қойған еді. Сондықтан халық дайын АЭСті тек пайдалану бойынша дауыс берген. Демек, осы күнге дейін бірде-бір ел АЭС салуды қолдайсыз ба деген нақты қойылған сұраққа нақты иә деп жауап бермеген. Қазақстан бірінші. Бұл ақпаратты толығырақ оқимын десеңіз, әшкере деп аталатын Telegram арнамыз бар. Соған жазыла кетіңіз, сілтеме профилде.